Сәлем, баршаңызға алтын оқырмандарым, қалдарыңыз жақсы ма? Бүгінгі эфирімізде біз саналы түрде жүктілікті жоспарлап жүрген барша жұптарға арнаймыз. Бұл эфирде не айтылатын болады? Бұрыннан тыңдап жүрген оқырмандарым болса біледі, жаңадан қосылған оқырмандарым айта кететінім, мына ай күнтізбесі арқылы құрсаққа бітетін баланың мінез құлқына, болашақ тағдырына, осы жүріп жатқан энергия қалай әсер етеді? Сол жайлы мәліметтер беріледі, қысқаша айтқанда. Жалпы әр күнде энергия өзгеріп тұрады. Әр күннің өзіне тән белгілі бір энергиясы бар. Бұл астрологиялық дәстүрлі ғылымдардың негізіне сүйенген мәліметтер негізі. Содан алынған ақпараттармен бөлісемін. Енді оған сену, сенбеу әркімнің өз еркінде. Мен бар мәліметті жеткіземін сіздерге. Ары қарай өздеріңіз көресіздер. Соған ұзақ сөйлеп, созбай, мына эфирді осы бірден тақырыпқа көшіп бастап кетсек. Кеше мен 8-іне салған болатымын. 25-ші ай 25-ші ай күнтізбесінде бала құрсаққа біткен кезде қандай мінез құлыққа ие болатындығы жайлы ақпарат бергенмін. Бүгін 26-ші ай тәулігі бала көтеруге қалай әсер етеді? Яғни бүгін деп отырғанымыз бұл бізде 9-ы. Жексенбі күні 9 тамыз 2026 жыл түнгі сағат 1:08-ден басталып, дүйсенбі 10 тамыз түнгі сағат 2:17-ге дейінгі аралықта осы бір энергия жүріп өтеді екен. Яғни 26-шы ай тәулігі жүріп өтеді. Біздің санау бойынша, мынау өзіміздің күнтізбе бойынша қазір 9 тамыз болса, ал мұсылмандық күн санау бойынша 26-шы ай тәулігі болып жүріп жатыр. Сол бойынша ақпарат берілетін болады. Яғни енді мен бұл жерде сіздерге оқып өтейін, одан кейін өздеріңіз ары қарай көресіздер. Кеттік. 26-шы ай тәулігі бала көтеру үшін қолайлы күн деп есептеледі. Бұл күні құрсаққа біткен балалар есейгенде тағдыры жақсы болып, мансапта жетістікке жетуі мүмкін деген түсінік бар. Олар бизнесте табысты болып, қаржылық мәселелерге көп ұшырамайды деп сипатталады. Алайда олардың бақыты мен жетістігіне кедергі келтіруі мүмкін бір нәрсе бар. Ол өзіне, қоғамдағы орнына көңілі толмауы. Және қолындағыдан да көп нәрсеге қалай болғанда да ие болуға деген ұмтылыс. Бұл өте қауіпті сезім болуы мүмкін. Өйткені ол барлық жағынан табысты, әрі жағдайы жақсы адамның өзінде өміріне көңілі толмайтын, бақытсыз адамға айналдыруы ықтимал. Яғни осындай бір минусы болады екен енді. Адам болғаннан кейін біз минус пен плюстан тұрамыз ғой, яғни идеальный болмайды да еш нәрсе. Сондықтан да осындай бір өздерінің әлсіз тұстар болады екен. Осы күні құрсаққа біткен адамдар үшін өз-өзімен жұмыс істеуді үйрену өте маңызды. Олар өмірдің әрбір сәтінің өзіндік сұлулығы бар екенін есте ұстау керек. Егер өмір жолында дұрыс бағыт көрсетіп, алға жылжуына көмектесетін беделді, әрі дана адамды дер кезінде кездестірсе дейді, бұл олар үшін үлкен қолдау болады. Яғни наставник іздеу керек екен өзіне, бұл күні құрсаққа біткен адамдар. Ал сенімді бағыт бағдар беретін тәлімгері болмаса, кей кездері көңілсіздік пен мұңды өз бетімен жеңу қиын болуы мүмкін. Өзін қоғамда қалай бағалайтынына қарамастан, бұл күні құрсаққа біткен адамдар ұзақ өмір сүреді деген түсінік бар.
егер олар өмірде кездесетін көңілсіздік кезеңдерін жеңе білсе, жағымсыз ойларды жіберіп, әр күннің қадірін сезініп өмір сүрсе, өздерін бақытты әрі табысты сезінуге мүмкіндігі мол болады дейді. Енді осы жерде бізге ескерту айтылып отыр. Ескертуде былай жазып қойыпты. Бұл мәтін дейді ай күнтізбесі астрологиялық түсінікке негізделген сипаттама. Оның бала мінезіне, тағдырына, немесе ұзақ өмір сүруіне ғылыми дәлелі жоқ. Яғни, ойбай осы айтылған дүние болды деп осымен шектелмейміз. Бұл жалпы сипаттама беріліп отыр. Бізге ақпарат, жаңағы бағыт бағдар беріп отыр. Сол бағыт бағдардың негізінде біз жоспарлаймыз. Енді беруші Алла ғой, біз тек әрекет етеміз, әрекетке берекет дейді. Бүгінгі бірінші эфирім, мынау көптен бері эфирге шыққандағы түрім осы болып тұр. Ал енді іске сәт не айтамыз? Не айтуға болады осы тақырып жөнінде? Саналы түрде жүктілікті жоспарлау дегеніміз не? Ол жайлы эфир салғанмын, видео салғанмын, рилс салғанмын. Соны тыңдасаңыздар болады. Яғни бақытты балалардың болашағын біз таңдаймыз екен, ата-ана. Таңдау еркіндігін бізге берді ғой Алла тағала. Енді осы таңдауды дұрыс жасауды бәрімізге нәсіп етсін. Мен бүгін эфирге шыққаныма өте қуаныштымын. Көріп жатсаңыздар, мені лайк басып қолдап қойыңыздар. Ары қарай маған шабыт болсын. Күнде-күнде эфирге шығатындай. Жақсы, барлықтарыңызды Алла разылығы үшін жақсы көріп, беттеріңізден сүйдім.